Бұл қойдың ұлтабары. Бұнда қарын сияқты әдемі тазартып жуады. Ешқандай иісі жоқ. Міне етін тураймыз. Ұл таппай жүрген келіндерге ұлтабарды береді. Пиязын тураймыз. Сәбіз тураймыз. Сарымсағын тураймыз. Картоплын тураймыз. Тәтті бұрыш саламыз. Сельдерей қосамыз. Тұз саламыз. Қара бұрышын саламыз. Паприка саламыз. Өте көп салуға болмайды, жарылып кетеді. Мынау кіндігіне дейін жеткізу керек. Мынау кіндігі. Бәрін салдық. Иісі дегені керемет. Өте көп салмаймыз. Міне кішкене ішіне су құямыз. Сонда еттері, картоп бәрі бір-біріне жабыспай. Енді аузын тігеміз. Енді бұны мантабаркаға буда пісіреміз мінекей. Мына ұл тапсын деп, мына жерден кесіп, именно жас келінге береді. Екі қабат әйел болса тіпті жақсы. Қалай? Керемет. Жүп-жұмсақ. Ет дегенің масқара. Етін қара. Етін қара. Жүп-жұмсақ. Ішінде сорпасы. Соғы. Бұлай өз жерден кесіп береді да, ырым қып. Келін ау ұл тап дейді мына осы кіндігі міне. Кіндігі ғой мынау. Ұлтабардың іші түгел май ғой. Кәне тоқшектің май болады, сол сияқты қойдың ұлтабары керемет май болады. Асты-үсті түгел тұрған май. Біздің каналға жазылыңыздар. Осындай неше түрлі тағамдарды көресіздер.